Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Мен Абай Мажитов. Өздеріңізге белгілі, біздің арнамыздан жәбірленуші Садуақасова Мереке көмек сұрап келген болатын. Және сол жәбірленушіге қызмет көрсету барысында біз Шымкент қаласына барып, журналистикалық зерттеуімізді жүргізген болатынбыз. Алайда жәбірленушінің жағы сынғаны анықталды. Және осы істің басқасында жүрген заңгерлер арыз түсіріп, іс сотқа жеткен болатын. Біз өзіміздің тарапымыздан бірнеше сот отырыстарына да қатыстық. Алайда үкім шығаратын күні судьяның денсаулығына байланысты кейінге қалдырылған болатын. Енді бүгін мінекей үкім шығарылатын күн. Осы істің басқасында жүрген қорғаушы мырзамен сіздерге бірге соттың үкімін жариялайтын боламыз. Соттың сот актісін шығару үшін шығып кетуі. Сот актіні жария ету. Сот қысқаша үкім жариялайды. Үкім Қазақстан Республикасының атынан 27 қараша 2025 жылы. Шымкент қаласының қылмыстар жөніндегі ауданаралық сот құрамында төрағалық судья Төлехан, сот отырысының қатысушы Жақсыбек мемлекеттік айыптаушылар Искакова мен Жанибеков, жәбірленуші Садуақас және оның өкілдері Кишкинебаев пен Шукиев, сотталушы Орынбаев және оның өкілдері Рахманбердиев, адвокат Дауренбаев қатысуларымен ашық сот мәжілісінде басты сот талқылауында дыбыспен жазба құрылысын қолданумен жалпы тәртіппен қылмыс қарады. Ол бойынша Орынбаев Нұрғали Сәкенұлы 1997 жылы 15 сәуірде Өзбекстан Республикасының туылған, Қазақстан Республикасының азаматы, қазақ білім орта некесі тіркелген, Түркістан облысы Арыс қаласында орналасқан әскери полиция бөлімінде ғана инспектор жүргізуші қызметінде жұмыс атқарады. Бұрын соты болмаған ешқайда кетпеу және тиісті емес құқық туралы түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған. Шымкент қаласы Жаңа Талап елді мекенінің Қызылтөбе көшесі 19-шы үй тұрғыны қылмыстық кодексінің 107-ші бабы 1-ші бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Сот үкіметі Орынбаев Нұрғали Сәкенұлы қылмыстық кодексінің 107-ші бабы 1-ші бөлігімен көзделген қылмыс жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Оған 1 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Орынбаевқа қылмыстық кодексінің 46-ші бабы 5-ші бөлігі 1-ші тармағына сай жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемеде өтеу белгіленсін. Орынбаевтың ешқайда кетпеу және тиісті емес құқық туралы түріндегі бұлтартпау шарасы күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын өзгертілсін. Ол сот залынан қамауға алынып 69-ші мекемесіне жеткізілсін. Жазаның өтеу мерзімі 2025 жылы 27 қарашадан бастап есептелсін. Қылмыстық кодекстің 62-ші бабы 3-ші бөлігі 3-ші тармағы негізінде Орынбаевтың 2025 жылы 27 қарашадан бастап күнзаны күшіне дейін күзетпен аралықта күзетпен ұстауда болған уақытын бір күн қауіпсіздік барынша төмен мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу 2 күн есебінен теңестіріліп, жалпы жаза өтеу мерзіміне есептелсін. Азаматтық талапкер Садуақастың азаматтық жауапкер Орынбаевтен қылмыспен келтірген моральдық зиянды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Азаматтық жауапкер Орынбаевтың азаматтық талапкер Садуақастың пайдасына 1 миллион теңге және 3 миллион теңге процестік шығын өндірілсін. Орынбаевтан мемлекеттік кірісіне 1966 теңге мемлекеттік баж ретінде өндірілсін. Орынбаевқа жәбірленушіге келтірген шығындарды өндіру жөніндегі соттың шешім өз еркімен орындауға 2 ай мерзім берілсін. Аталған мерзімде шешім орындамаған жағдайда ол мәжбүрлі түрде орындауға жіберілсін. Орынбаевтың жәбірленушілерге өтемақы қорына 39.320 теңге мәжбүрлі түрмен өндірілсін. Үкімге наразы тараптар мөлшерленген күннен бастап 15 тәулік ішінде ал күзетпен ұсталып сотталған адам өзіне көшірмесін табыс етілген күн бастап дәл осындай мерзімде Шымкент қалалық сотына Шымкент қаласы қылмыстар жөніндегі ауданаралық сот арқылы апелляциялық шағым беруге және прокурор өтініш хат келтіруге судья Төлеханов сот отырысын жауап берді. Шешімді түсіндірді. Так, Орынбаев түсінікті ме сізге? Сот сізді кінәлі деп танып, сізге 1 жылға бас бостандығынан айыру жаза тағайындады. Азаматтық талап арыз ішінара қанағаттандырылды.
Жәбірленуші 1 миллион теңге өндіріп беруге сұраған, сот 1 миллион теңге өндіріп берді. Себебі бір жылдай сіздің бірге үйіңізде тұрған, соның бәрін есепке алып, сот ішінара қанағаттандырды. Сонымен и мына адвокатский процессуалдық шығындар толығымен 3 миллион теңге өндіріп берді. Түсінікті ғой? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, келіспеген жағдайда сот үкіміне апелляциялық шағым беруге құқықтарыңыз бар. Түсінікті ғой? Рахмет, сау болыңыз. Сұрағыңыз сұрайды. Тілеужан мырза, жалпы сот үкімін жариялады. Үкіммен келісесіз ба? Үкіммен келісеміз. Енді бірнеше отырысқа созылған іс бүгін енді өзінің сот үкімін жариялады. Енді 1 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады. Біз енді осы істі қараған судья Төрехановқа өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз, алғыс айтамыз. Өзімнің сенім білдірушімде өзінің ризашылығын білдіреді. Жалпы бұл істі Төреханов қараған кезде іс материалдағы қаншама сараптамалардың қорытындысы, жауаптары, куәлардың жауаптарын, тараптардың жауаптарын барлығын тыңдап, жан-жақты қарап барып шығарды бұл шешімді. Сондықтан сот әділ шешім шығарды деп айтуға болады. Енді жалпы мен айтқым келеді, енді мына сотталушының өзі әскери қызметкер бола тұра қаншама әскерге жұрттар балаларын жібереді. Мына өзінің әйелін ұрып соғу фактін жасап отырған адам біреудің жаңа балаларына қол көтеріп ұрмасқа қандай кепіл? Мысалға жұрт әскери қызметкерлердің сенеді ғой жұрттар. Әскери қызметкер бола тұра осындай әйелін ұрып жағын сындыру деген ол ұят нәрсе. Президентіміз қанша айтып жатыр, зорлық зомбылық деген нәрсені көбейіп кетуіне байланысты жазаны күшейтіңдер деп. Міне судья сол президенттің жарлығы бойынша жазаны күшейтіңдер деген айтылған сөзін басты назарға алып, жағын сындырып, ұрып соғу, яғни кішкентай 20-дағы қызды ас бөлмесіне апарып жатқызып алып, ол жерде ұрған, одан кейін жатын бөлмеге апарып, ол жерде барып тағы да ұрып соққан, мысалы сол аяушылық көрсетпеген ғой, былай айтқанда кішкентай қызға. Сондықтан енді бұндай нәрселердің алдын алу керек. Біз енді мына сот заңды қатайтпасақ, мына соттар өйстіп қамау түрінде шара қолданбасақ, бұл жалғаса береді. Әсіресе оңтүстік жақтарда осындай ұрып соғу өте көп орын алып жатыр. Сондықтан бұның барлығы тәртіп болу керек, ешкімді ешкім ұрмау керек. Ұрған жағдайда бұның арты үлкен жауапкершілікке, қылмыс жауапкершілікке тартылатын сезіну керек адамдар. Сондықтан мына соттың үкімі барлық соттарға үлгі боларлықтай үкім деп айтқым келеді. Сондықтан судьяның кәсібіне табыс тілейміз. Әрқашанда осындай халықтың мүддесіне, халықтың игілігіне, халықтың жаңағыдай жан айқайына қатысты осылай шығарылған үкімдер осындай шығара берсін, халықтың алғысын ала берсін деп айтқым келеді. Сондықтан енді мен осы шығарылған үкімге енді апелляциялық шағымдар келтірілуі мүмкін. Мен енді ойлаймын, апелляция алқада бұл істі қараған кезде де мына әділ шығарылған шешімді қолдайды деп ойлаймын. Өйткені шын мәнінде қаракөз қарындастарымызды ұрып соғып атса, жағын сындырып атса, ондайларға жеңіл жаза берсең, ол қайталануы тағы болады. Өйткені бұндай жағдайға біз не үшін арыздануға жетіп отыр? Өйткені бұл екінші рет тағы қайталанған осы ұрып соғу фактісі. Содан кейін барып жәбірленуші шыдамағаннан кейін барып алдыңғы ұрып соққан фактісі үшін қайтадан сол мәселені көтеріп, 1,5 жыл өтіп кетсе де, соны қайтадан көтеріп, тиісті жазасын алу керек деп сондай қорытынды ойға келген. Біз енді сіздердің арналарыңызбен бірлесе отырып осы істі жүргіздік. Жан-жақты жаңағы объективіне әрекеттерін бәрін жасадық. Полиция басқармаларына да, Туран аудандық полиция басқармасына өзіміз ризашылығымызды білдіреміз. Және де мына прокуратура осының бәрін қадағалап, істі сотқа дейін жеткізу үшін барлық көмектерін берді. Сондықтан жалпы мен айтқым келеді, көріп отырған көрермендерге бұндай ұрып соғу фактін жасамауға шақырамын. Арты қылмысқа жауапкершілік тартылатын. Тату-тәтті болу керек, бір-біріне қандай жағдай болса да қол көтеруге болмайтынын соттың үкімі жеткілікті дәлел болып тұр. Сондықтан аман болыңыздар, ешкім ұрмасын, ешкім қылмысқа жауапкершілік тартылмасын деп айтқым келеді. Жақсы, арналарыңа рахмет. Енді алдағы уақытта апелляцияның уақытында тағы көреміз.
Құрметті көрермендер, байқағандарыңыздай жаңа ғана сот өз үкімін жариялады. Сотталушы 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Және де осы істің басқасында жүрген қорғаушы да ол үкіммен келісетінін айтқан болатын. Сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы мен Абай Мажитов және Алихан Мақсат. Біздің арнамыздан көмек сұрау үшін біздің Instagram парақшамызға тіркеліп, дайректке жазсаңыздар, сіздерге міндетті түрде хабарласамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.